Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы филтинг техникасы, яғни құрғақ киіз басу техникасы. Бұл сабаққа бізге керекті құрал-жабдықтар. Ең алдымен осындай губка керек болады, қалыңдығы 3 см. Сосын өзінің арнайы инелер керек болады, басында қыртысы бар инелер. Сосын қолға киетін қауіпсіздік ережесі техникасы үшін. Сосын арнайы өзінің искусственный жеңдері керек болады. Сосын бірінші суретімізді эскизін сызып аламыз. Қандай жұмыс жасаймыз, соның эскизін сызып аламыз. Осы сызып алған эскизді губканың үстіне қоямыз. Губканың үстіне қойып, искусственный жеңімізді алып, иненің көмегімен осылай орналастырамыз. Бұл инемен жұмыс жасаған кезде қауіпсіздік ережелерін сақтап отыруымыз керек болады. Сол үшін осы қолға киетінді қолға киіп аламыз. Осылай иненің көмегімен узорымызды салып шықтық. Бұл техникамен тек кілем емес, басқа да неше түрлі, мысалы пейзаж, неше түрлі осындай картиналарды жасауға болады.